Армысың, бро? Бүгінгі видео ерекше. Біз бәріміз бала болдық, мультфильм көрдік, мейірімді кейіпкерлерге сендік. Бірақ интернеттің қараңғы бұрыштарында сол кейіпкерлерді құбыжыққа айналдырған адамдар да бар екен. Бүгін мен сендерге балалық шағымды неге бұзды дегізетін топ 5 ойынды көрсетемін. Бұл жай ғана скримерлер емес, бұл сенің санаңды улайтын психологиялық хоррорлар. Шайыңды дайында, жарықты өшір. Егер сенің жүрегіңде Мариоға немесе Лунтикке деген титтей махаббат қалған болса, бұл видеодан кейін ол жоғалады. Дайынсың ба? Кеттік. Бірінші, 5-ші орында Smile Heidi, Креппи Пони. Яғни қазақша айтқанда маленький пони деген мультфильм бар. Бірақ та және оның ойын түрі де бар екен, психологиялық соққы. Түрлі түсті понилердің кенеттен қанды бейнеге ауысуы. 5-ші орын понилер әлемі. Көбіңіз ой, бұл қыздарға арналған ой дейсіздер. Бірақ бұл фан ойынның мақсаты сенің жүйкеңді тоздыру. Ойын басында бәрі керемет, кемпір қосақ, әндер, бірақ бірте-бірте экрандар түстер өле бастайды, кейіпкерлердің күлкісі жасанды болып көрінеді. Ал ең сорақысы сенің әрбір қателігің үшін понидің басы кесілуі немесе оның құбыжыққа айналуы. Бұл депрессивті хоррор. Ойын сенің бәрі жақсы болады деген үмітіңді басып тастайды. Бро, понидің көзіне қарашы, ол саған көмек сұрап қарап тұрған сияқты ма, әлде сені жегісі келе ме деген секілді осындай қорқынышты ойындарымыз бар. Ал енді келесі 4-ші орынға нені қоямыз? 4-ші орында Лунтик, қарғыс атқан нұсқа деген бар. Яғни айтқанда пониден кейінгі 4-ші орында Лунтик ойыны. Біздің айдан түскен қонағымыз Лунтик. Біз оны бәрімен достасқысы келетін аңқау деп білеміз, бірақ Лунтик нұсқасында ол нағыз маньяк болады. Бұл ойынның ерекшелігі дыбыс эффектілерінде. Сен жай ғана орманмен келе жатсың, кенеттен артыңнан біреудің демі естіледі, тоқтап артыңа қарасаң ешкім жоқ, бірақ бұрылған сәтте өте бір қорқынышты Лунтик келеді. Міне осындай сәттерде сенің орнынан ұшырып жібереді. Лунтиктің мен туылдым деген сөзі бұл жерде құлаққа жағымды емес, ажалың жетті дегендей естіледі. Келесі ойын бізде Марио ойыны. Марио ойыны, бірақ түстері бұзылған. Марионың орнына өте бір қорқынышты құбыжық болады. Марио бұл жай ғана Марио емес. Ойын 1985 жылғы классикалық стильде басталғанымен Луиджидің өзден өлі денесін тапқанда бәрі өзгереді. Марио ол ойынның мақсатында Мариодан қашу болып есептеледі. Елестетіп көріңіздер енді. Сенің балық шағындағы батырың сені өлтіруге тырысып жатыр, ол экраннан шығып келетінде әсер қалдырады. Сен оны жеңе алмайсың, тек қана қашасың. Енді келесі кезек бізде Спанч Боб ойыны. Спанч Боб ойыны өте керемет мультфильмдардың бірі. Қызық, өте керемет, бірақ оның ойын түрі де бар. Яғни қалай десеңіздер, осы жақын арада Спанч Бобтың ойыны шыққан болатын, бірақ оны көбінесе қазақ балалары біле білмейді. Бірі білсе, бірі білмес, әрине. Ал енді айта кеткенім жөн көрдік. Спанч Боб ойында, яғни бұл ойында сенің, яғни осы ойында Бикини Боттың бірінші левел болады. Бұл жақта сен Спанч Боб рөлінде ойнайсың, ары бері жүресің, яғни бір жеңіл сияқты әрине. Басты бір маленький пони сияқты әрине. Бірақ үсіп жүрген сәтіңде саған өте бір қорқынышты кадрлармен әсерлендіре береді. Ары жүресің, бері жүресің, яғни заданиялар орындайсың секіріп, және тағы да басқа жерлерге барып, енді оның және сол жерде бір түрлі нәрселерді көре бастайсың. Жерде қан секілді көрінеді. Ары қарай жүрген кезде алдыңда Сквидвард кездеседі. Бұл жерде енді өте қорқынышты десек болады, сондықтан да бұл жерде енді көп айта бермейік, бірақ оны ойнаған адамның өзі біледі десек болады. Келесі бізде енді Спанч Бобтың көріне бергенімен мен ары қарай Фредди Аюы және оның ең жұмбақ нұсқасын айта кетейін. Алтын Фредди. Бұл жерде галлюцинация. Ол есіктен кірмейді, ол сенің санаңа кіреді. Егер сен экраннан It's me, яғни бұл мен деген жазуды көрсең, біттейді бер. Бұл деген жазуды көрсең, сен қимылдай алмайсың, сен тек бақылайсың. Қорқыныш сенің жаныңа жақындап келе жатқанын білесің, бірақ ештеңе істей алмайсың. Бұл нағыз дәрменсіздік сезімі. Енді келесі бізде бірінші орында бұл ойын туралы көп айтуға болады. Өте көп. Бірақ оны бір рет көрген дұрыс. Бұл ойын сенің компьютеріңмен ойнай бастайды. Ол сенің файлдарыңды өзгертеді, сенің атыңды экранға шығарады,
сен бұл жай ғана ойын ғой дейсің, бірақ ойын саған мен сенің қайда тұратыныңды білемін деп жауап береді. Бұл виртуалды әлем мен шынайы өмірдің шекарасы бұзылатын сәт. Ең қорқыныштысы скример емес, сенің бөлмеңде біреу бар сияқты сезімнің пайда болуы. Бүгінгі түнде артыңа қарамауға тырыс бро. Міне достар, біздің топтама осымен тәмам. Егер осы видеодан кейін жүрегіңіз бір рет болсын селт етсе, лайктай аямаңыз. Қай ойын ең сұмдық болып көрінді, комментарийге жазыңдар. Мүмкін сендер бұдан да сорақысын білетін шығарсыңдар. Арнаға жазылуды ұмытпа, өйткені келесі видео бұдан да қызықты. Топ 5 ойын ұнаса, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Келесі жолы не түсірейін, оны да айта кетесіздер. Ал сіздермен бірге болған Ерекен ой туарнысы, келесі кездескенше аман сау бол.